Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ болып үлпілдеп шығатын пирожкидің рецептін көрсететін боламын. Ең алдыменен бізге шұңғыл ыдысымызға 200 граммда жылы сүт және де 200 грамм жылы су құямыз. 1 шай қасықта шекер, 1 шай қасық тұз және де 1,5 шай қасықта құрғақ дрожжимызды салатын боламыз, және де барлығы ерігенше жақсылап араластырып жібереміз. Ұнымыз бізде 550-600 граммдай шығады. Және де 50 грамм еріген сары май қосасыздар, сол кезде пирожкилеріңіз өте жұмсақ болып шығатын болады. Ұнымыз бізде су татымдылығы әркімде әртүрлі болған себепті өздеріңіз 50 граммдай плюс-минус қылып қоса бересіздер. 550-600 граммдай ұн саламыз. Ұнымыздың барлығын салып жібермейміз. Алдыменен қажетінше салып, барлығын жақсылап жұмсақ етіп қамыр елеп алатын боламыз. Қажет болып жатса, ұнымыздан тағы да саламыз. Мінекей қамырымызды елеп болдық. Енді оның үстінен кішкене ғана сұйық майдан құямыз, және де осылай қолымыздың көмегімен жақсылап барлық жеріне және де бір қайтарып майымызбенен араластырып осылай суалағып дайындап аламыз, және де бетін жауып жарты сағатқа жылы жерге қалдыратын боламыз ашығанша. Бізде керегінше картошкамызды осылай газға қойып пісіріп аламыз. Мінекей менде пісіп шықты картошкамыз. Енді оның үстінен 1 шай қасықта тұз және де аздап қара бұрыштан саламыз, және де 50 граммдай сүттен құятын боламыз. Және де барлығын жақсылап езіп, сұйық әдемі пюре жасап алатын боламыз. Біздің салмамыз дайын, неге осындай біркелкі болып дайын болады, өте керемет. Және де қамырымыз неге майлы, жұмсақ болып ашып шықты. Енді қамырымызды түсіріп, оны майда бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын біркелкі етіп бөліп аламыз, және де осылай дөңгелекше етіп барлығын дайындап шығамыз. Ол қамырымыз бір 15 немесе 10 минутқа кішкене бетін жауып қалдырсақ болады. Ол кезде қамырымыз босаңсып, жайғанға өте ыңғайлы болып тұрады. Мінекей қамырымыз дайын, жайғанға жұмсақ болып көтеріліп дайын тұр, және де қолымызды кішкене ғана ұнға батырып, сыртынан ғана бір ұнға батырып аласыздар, және де осылай керегінше салмамызды салып, бірін-біріне қаратып, осылай жабыстырып түйіп алатын боламыз, және де осы бетіменен қалдырамыз. Яғни осылай майға салғанымызша көтеріліп, өзі тағы да дайын болып тұрады. Тек қана бір бетінен ғана саласыздар, оқтаумен жаюдың қажеті жоқ, жұмсақ, және де қолменен осылай жабыстырып шығамыз. Майға пісірер кезде басып жібереміз, сол кезде пирожкиміз жұқа әдемі болып піседі.
Видеоны көре отырып, каналыма тіркеле отырыңыздар, және де қасында қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің видеоларым сіздерге SMS түрінде түсіп отыратын болады. Каналым пайдалы, өзіңізге қажетті көптеген рецепттерді таба аласыздар. Егер де қаласаңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Видео ұнап жатса, лайк басып қойыңыздар. Салмасына егер қаласаңыздар, капустаны, яғни орам жапырақты майдалап турап, пиязбенен майға қуырып жіберіп, оны да салсаңыздар болады. Бізде олай ешкім жемейді, сол себепті тек қана осылай картоптан салмасын жасадым. Өте дәмді болып шыққан. Мінекей дайын болған пирожкилеріміздің бетін және 5 минутқа жауып қалдырдық. Ол кезде осындай жұмсақ болып өзі көтеріліп дайын тұрады. Енді майымызды қыздырып аламыз, және де оның үстінен дәл осылай үстінен жеңіл ғана басып жібересіздер. Сол кезде пирожкиіміз әдемі үлкендеу болып шығатын болады, яғни бірден қатты томпайып кетпейді. Майға батырып жібереміз, немесе қасықпенен үстінен майды құйып жүрсеңіздер де болады. Сол кезде барлық жері біркелкі ісініп пісетін болады. Мінекей келесі бетін қызарған соң, келесі бетін аударып, дәл осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз майды қатты сормайды. Дәл осы рецептпенен жасап көріңіздер. Өте керемет, мінекей дайын. Барлығында осылай кезекпенен салып отырып пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ, ішін барлығы таза піседі. Отбасында барлығыңызға ұнайды. Балдарыңызға осылай жасап берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.